1960 жылы Теміртау қаласында магнит әдеби бірлестігі құрылды. Оның құрамына поэзия мен прозада өздерін сынап жүрген теміртаулықтар кірді. Әр кезеңде бірлестіктің қатысушылары Евгений Аксиненко, Дмитрий Оскин, Яков Захаров, Эдуард Широкобородов, Леонид Шупиков, Григорий Григорияди, Любовь Шашкова және басқалары болды. Магнит әдеби бірлестігі 3 ұжымдық жинақ шығарды. Онда Теміртау қаласы, Қазақстан магниткасы, Теміртаудың тағдыры мен сезімдері жырланды. Өткен заман мен қазіргі магниттіктерге арналады. Бежит девчонка в модной мини-юбочке, вся в рыжих конопушках, носик вздернутый и пуговичка верхняя на блузочке, быть может, с тайным умыслом расстегнута. Спешит на танцы или на день рождения, какая разница, глаза как звезды светятся. Ей эти звезды дарить настроение, она вот-вот должна со счастьем встретиться. Они обнимутся, пойдут бродить по улицам, а следом месяц поплывет изогнутый, и снова чья-то голова закружится от пуговки, нечаянно расстегнутой.